Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше дәмді тамақтың рецептін ұсынғым келіп тұр. Бұл тамақтың құрамына үйіңізде бар заттармен дайындай берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға тұз қосылған жылы суымызды құйып, орташа қылып қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң жақсылап тындырып қоямыз. Енді подливқа кірісеміз. Менде картошка, бұрыш, капуста және де жуа, сәбіз, баклажан, ет. Барлығын алдын ала турап дайындап қойдым. Қызып тұрған майымызға етімізді салып жақсылап араластырасыздар. Одан кейін үстіне жуамызды, сөйтіп кезекпен барлық көкөністеріңізді қуырып аласыздар. Бүгін кешкі асқа сіздерге осы тамақты жасап жеуге кеңес берем. Өте дәмді шығады. Татымына қарай тұзыңызды, паприкаңызды қосасыздар. Бұл тамақты әр жақта әрқалай атайды. Бізде үнді мантысы дейді. Кей жақта жаппасай деп атайды екен. Кеңес берем, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ең соңынан картошканы қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Бұл жерде судың көп құюдың қажеті жоқ. Кішкене ғана, түбіне ғана су құйсаңыздар болды, жабысып қалмайтындай. Ендігі кезекте тестасын жаюға кірісеміз. Тестамызды жұп-жұқа етіп жайып аласыздар. Нанды жайып болған соң сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып аласыздар. Салмасын салмай қойсаңыздар да болады. Мен бұл жерде жуаны салдым. Жуаға татымына қарай тұз, бұрыш қостым. Барлығын жақсылап жан-жағына жағып шығасыздар. Жуамызды салып алған соң, тестамызды оқтауға илеп, кесуге кірісеміз. Тестамызды өзіңізге қалай ыңғайлы, солай кессеңіздер болады. Мен 4 бұрыштап кестім, барлығын гүл ғып орап салсаңыздар да болады. Тестамызды дайындап болған соң подливтің бетіне жайып шығасыздар. Мен жарты тестамды мантаваркеге, жартысын подливтің бетіне қойып пісірдім. Барлығын мантаваркеге салып пісірсеңіз де болады. Егер видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Баршаңызға ас болсын.